Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қазақ елі. Қазақ едік, ақылы мол сенімізге, есті барда жинайық жеңімізді. Қазақ болып туылған қаршадай қыз, Қытай қылып әкелді женімізді. Қазақ едік, алғыс алған халық көптен. Қазақ едік, бүкіл әлем танып кеткен. Танығаны соншалық шетелдік кеп, қазақтың ару қызын алып кеткен. Жат жұрттық деп айтамыз қызымызға, сол жақ дейміз мәңгілік үйің анық. Мен бір жайтты айтайын тіліме түйіп алып, өткен жолы Үндістаннан күйеу келді, қалтасына қалың малын түйіп алып. Әпкемізде ақ көңілеу, қол ұстасып кете барды, сәукел емес, сарыйын киіп алып. Онша қысқа емес еді-ау, ақылымыз, болып еді аяулана батырымыз. Ой жеткен қыздың айтқаны жаман екен, шетел жақтан құдаларды шақырыңыз. Міне осылай кетті аруларым, үнді Қытай арабына, сай келді ме қарағым талабыңа, өткені өтті кінәлап қайтем енді, жас толтырмай жүрсе екен жанарыңа. Десем артық айтқаным емес шығар, я? Өлеңімнің түйінін өлеңмен аяқтасам, қорғайықшы әрқашанда қыздың арын, мен қазақтың қыздарын қызғанамын, таптатпайық ешкімге ар намысын, қаламаймын жүрегінің сыздағанын. Шағаулы Шардараның шайыр ұлы Жүсіпбай Даниярдан жалынды сәлем. Аман болыңыздар. Жүрекпенен баяндардай шоқтығың қайда, зеременен айғанымдай тектінің қайда, елем ау деп еміренген екпінің қайда, жүре